Сәлем баршаға, қалайсыздар? Көптен бері видео салынбай кетті. Міне бүгін видео салайын деп тұрмын. Мынау менің кішігірім бизнесім. Турциядан, Стамбул қаласынан, Лалали базарынан әкелген товарларым. Каспий магазиндеді магазинім бар. Содан бүгін SAS фирмасының көйлегіне заказ келіп түсті. Соны упаковать етіп жіберейін деп жатырмын. Мынау SAS фирмасының көйлегі. Міне, трехслойный болып келеді, шифоновый, сырты сетка. Баттал размерлер, үлкен әйелдердің көйлектері. Міне. Өте жақсы. Әдемі узорлары бар. Міне. Артада прямой. Рукавасы 3/4. Каспий магазинге мен бірінші товарларды жібермес бұрын қас күтет тұр. Кейде жіптері шығып тұрады. Солардың барлығын тексеріп шығамын. Брак бар ма, жоқ па, солардың бәрін аккуратно алып тастап, пакетке орап саламын. Тігістері қалай тігілген, барлығы ровно ма, ішерде ешқандай брак жоқ па, солардың бәрін тексеріп шығамын. Өйткені клиентке барған кезде барлығы аккуратно тұру керек. Мысалы, мына жерде кішкентай бір жіп шығып тұр екен, соны аккуратно алып тастаймын. Тігістерінің барлығы аккуратно істелінген. Еш жерде ешқандай лишний жіп жоқ. Барлығы жақсы. Бұл Турциядағы SAS деген фирма, премиум фирманың бірі. Міне, қараңыздар, матасын барлығы. Тігістері де барлығы аккуратны болып тұр. Еш жерде ешқандай брак мен көріп тұрған жоқпын. Сонда тек қана бір жерде ғана бір жіп шығып тұрды, оны алып тастадым. Барған клиентіме ұнайды деп ойлаймын. Тойға ниеттеніп киетін болса, бұйыра берсін ол клиентіме, үстінде тоза берсін, игілігіне ғана, жақсылығына ғана, тойларға ғана кисін бұл көйлекті. Мен мынандай бір пакетке саламын. Таза пакет. Одан кейін барып курьерский пакетке саламын да, сыртына накладнойын жабыстырып жіберемін замлерге. Ау.
Міне мынау сыртына қазір накладнойды шығарып алып келеді балам. Осының сыртына накладнойды жабыстырамын да замлерге алып барып өткіземіз. Міне накладнойын жабыстырдым. Накладной осындай болады. Бұл жерде город отправитель, город получатель тұрады. Және мынау штрих-код арқылы замлердегі сотрудниктер өздерінің аппараттарымен считывать етіп, қай пакет, қай қалаға кететінін информациясы болады. Доставканы Каспий өзі жасап береді, бірақ доставканың ақшасын предпринимательдерден ұстап қалады. Егер де сататын товарыңыз 5000-нан жоғары болатын болса, онда доставканы предпринимательдер өздері төлейді. Ал міне, мен үй жақтан шығып бара жатырмын. Замлерге қарай. Міне, бір пакетті көйлекті алып алдым өзімен бірге. Барлығы енді успехті көрсетеді ғой. 10 шақты, 20 шақты күніге замлерге товарларды өткізіп жүреді. Бірақ менде ондай емес. Киім болғаннан кейін бе бір күндері күніге бір заказдан стабильно түсіп тұрады. А кей күндері 2-3 апталап заказ болмай қалатын күндер де болады. Қазір енді замлердің сыртын кішкене сіздерге көрсетемін. Ол жақта түсіруге болмайды, білмеймін неге екенін. Біздің үй жаққа қарай жақын. Ол замлер ең үлкен замлер біздің Шымкент қаласында. Ол жақта өте үлкен габаритный товарларды да қабылдайды. Холодильник, диван, мебель сияқты. Бір автобуспен ғана барамын. Автобустан алdım. Остановкадан түсіп қалдым. Енді алға қарай барам. Машиналар бұрылып жатыр. Газельдер келіп жатыр бұрылып. Міне барлығы осы крупногабаритный товарлардың барлығын осы замлерге әкеліп өткізеді. Біздің үй жаққа жақын. 4 остановка біздің үйіміздің арасы. Және де замлердің қасында жаңадан мен жаңа түсіп қалған остановканы 2-3 айдай болып қалды құрғандарына. Жанынан түсіп қаламыз да жаяу бара саламыз. Міне осы поворот. Осы поворотпен былай қарай жүреміз. Бұл жақ негізінде еш нәрсе болмайтын бұл жерлерде. Бірақ анау жерге замлерді соғып, заттарын здания қылып соғып, қасына свет жүргізіп, үлкен скат қылып ашып қойды. Жақсы бұл жерлерде фуралар келіп, разворот жасауға да товарларды түсіреді, жан жақтағы қаладан келген. Және де осы Шымкенттен де отправкалар болады. Бұл жақта бір жақсы жері жаңағыдай айтып кеткенімдей. Мелкий да товарды қабылдайды. Менікіндей сияқты және де крупный габариттерді де қабылдай береді. Мына жерде міне коробкалар сатады, пленкалар, стрейч пленкалар, скотчтар, канцелярский нож, пузырчатый пленкаларды, барлық нәрсені осы замлердің қасына мынау контейнерден келіп сатып алсаңыздар болады. Мына жақта телефоным жазылып тұр. Мен уже өткізіп қойдым товарымды. Күндіз онша очередь болмайды. Кешке таман, действительно очередь болады бұл жерде. Бірақ көп қыздар жұмыс істейді. 2-3 тез жұмыс жасайды барлығы. Ал міне мен поворотқа келдім.
тура повороттан шыққан кезде алыс емес, жақын жерде арғы бетте үйге қайтатын остановка тұр. Ане автобустар келіп жатыр. Және де ол остановкаға қарай өтетін даже пешеходтарға арналған зебра да бар. Өте ыңғайлы. Поток машиналар өте көп бұл жерде, сондықтан зебрасыз өтуге қиын болатын еді. Ал міне остановка тұр. Қазір осы жерге өтіп, үйіме қайтамын. Міне мен мынау зебрадан өттім. Ана тұрған менің остановкам. Міне остановкаға бара жатырмын. Өте тез болды. Автобусымды күтемін енді. Міне мен үй жаққа уже келіп қалдым. Автобустан түстім. Үй жаққа жетіп қалдым мен. Жаңа ар жақта сөзімді жалғастырма үзіп жібердім да, өйткені анау артындағы тұрған бензовоз ішін сарқылап жатыр ма? Өте шумны нәрсені тақырлатып кетті ғой. Ана біздің үй. Мен үйден тура сағат 3-те шықтым. Қазір 3:55 минут кетіп тұр. Сонда мен Замнерге барып, автобуспен келуіме тура 55 минут өткен екен. Осымен бүгінгі менің видеом бітті. Менің видеома лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болыңыздар, достар.